Дидар, сен Сайын Мұратбековтің Жабай алма повесін оқып бітірдің бе? Иә, оқып бітірдім. Сол повест бойынша өзіңе ұнаған үзінділері болса, соны айтып бөлісе аласың ба? Бұл кітап өте қызық кітап екен. Маған бұл кітап барлық жағынан да ұнады, және бұл сәт есімнен кетпейді. Балаларды Көкнайдың күшігін алуға келген сәт. Бұл кезде балалардың барлығы қолдарынан нан алып, Көкнайға беруге келіп, және барлығы дабырлап тұрған балаларды көрген сәт көзіме елестейді. Саған бұл кітаптан қай кейіпкерлер ұнады? Маған бұл кітаптан ұнаған кейіпкерлер деп Ырысбек пен Қанатты айта аламын. Олардың өзіне тоқтала өтетін болсақ, Қанат ол сұрапыл соғыстың кезінен ата-анасынан айырылып жетім қалған балалардың бірі. Ол әжесімен бауырларымен ауылда қалады. Оның мінезіне тоқталатын болсақ, ол кең пейіл, жүрегі жылы, ақкөңіл бала. Және Ырысбекті айтатын болсам, Ырысбек ол повестке кейіннен қосылады. Яғни ол соғыстан оралған шағында повестке қосылады. Оның мінезі жалқау, еріншек, дөрекі. Ол үйінде өзі қалаған іспен айналысып, жұмысқа барғысы келмейді. Сен де өзіңе ұнаған кейіпкерлерімен бөлісе отыршы. Ал маған Қанаттың әжесі мен Әжібек ұнады. Қанаттың әжесі қарт кісі, және ол ырымшыл, үлкен ауыршаң адам. Ал Әжібек болса балалардың ішіндегі ең үлкені, басшысы деуге де болады. Ол балалармен бірге жүреді, бірақ ең үлкені. Ол сотқар, және ол жетім бала. Және сен де өзіңе ұнаған бір, өзіңде ойыңда қалған бір сәттермен бөлісе кет. Маған ұнаған сәттердің бірі ол Ырысбектің Қанаттың анасы мен әкесінің суретін үлкейтіп алып келген кезі. Сол кезде, сол суретті көргенде барлығының көзіне жас түседі. Осы сәтті біз оқи отырып, қолда бар алтынның қадірі жоқ, қолда бар алтынымызды бағалай білуге шақырып тұрғанын көре аламыз. Сен осы кітапты оқығаннан кейін басқаларға осы кітапты оқуға кеңес бере аласың ба? Әрине, бұл кітап өте керемет кітап қой, керемет жазылған. Маған бұл кітап қатты ұнады. Дидар, сен осы кітапты оқығаннан кейін өзіңе қандай түйін алдың? Қандай қорытынды жасар едің? Бұл кітап 40-шы жылдардағы соғыс кезеңіндегі ауыл тұрғындарының өмірі жайлы. Бұл кітапта барлық ауыл тұрғындарының қайғысы, қасіреті туралы айтылған. Мысалы, адамдардың әкесінен, балаларынан, анасынан айырылуы, әскерге көмек жіберілуі, тағы да басқа нәрселер айтылған. Мен осыған қоса өтетін болсам, бұл кітапта тағы ең басты идея ол бейбітшілік. Бұл кезде қанша әйелдер жесір қалды, балалар әкелерінен айырылды, қаншама қарттар өздерінің балаларының артынан жылап қалды. Сондықтан да біз қазіргі бейбітшілігімізді бағалап, ата-анамыз, отбасымыздың барлығы түгел болғанына құрмет тұтуымыз керек. Құрметті достар, кітап асыл қазына. Біз кітап оқу арқылы сөздік қорымызды көбейте аламыз. Сіздерді де біздің қатарымызға қосылып, кітап оқуға шақырамын. Біз сіздерді күтеміз.